Жалпы осы қазақ қоғамының мынау Ақтөбедегі болған оқиға дүр сілкіндірді. Жалпы осы діни ушығып кеткен мәселелерді мен біраз жыл болды, айта-айта аузымыз ауырды, жаза-жаза жалықтық. Қазақ деген ешқашан арғы бергі тарихын алатын, қопарып қарайтын болсақ, қазақ қазақты бұл өмірде атпаған. Ол мүмкін емес. Неге? Өйткені 300-дің баласы, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүздің баласы бір-бірінен қыз беріп қыз алысып қалған, шиеленісіп қалғандығы соншалық бәрі бір-біріне туыс. Бір атаның баласымыз жалпы алсақ. Қазақтың тарихында ешқашан атпаған. Әңгіме жоқ, қоғам болғаннан кейін біреуге ыза кек болады, әртүрлі адамдар мінез құлықтары болады. Өкпеге қиса да өлімге қимаған қазақ. Сондай халықпыз біз. Біз қанжарға емес, қамшыға жүгінген халықпыз. Сондықтан мынау менің де қабырғамды қайыстырды. Жалпы бұның енді, бұл мен ойлаймын, әлі де кеш емес. Бұл шаншу ғана. Қоғамда біз бетімен жібердік діни ағымдарды, жат қылықтарды, неше түрлі жат ағымдарды біз тізгіндемегеннің айғағы. Әшейін қоя салдық. Ой, өзіміздің жігіттер ғой, Қазақстанда тыныштық қой деп. Ол олай емес. Бұл жерде кім болсаң ол бол, әрбір Қазақстанның азаматы, қыз бол, ұл бол, парығы жоқ. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір адам баласындай, бір қолдың саласындай барлығымыз қоғам болып ұйымдассақ, бұл келеңсіздіктер болмас еді. Сондықтан бұл мен айтар едім, бірлігіп жұмыс істеу керек. Бей-жай қарамау керек. Бұның ақыры, қан төгістің ақыры жақсы емес. Көріп жатырмыз ғой, төрткүл дүниенің басқа елдерде не болып жатқанын естіп көріп отырмыз. Сондықтан бізде тыныштық деп жай қазақшылыққа салынбау керек. Соны айтар едім.